Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз сіздермен атомдардың құрылысы және олардың қысқаша ашылу тарихымен танысамыз. Біздің айналамыздағы барлық денелер заттардан тұрады, ал заттар бұл химиялық қосылыстар болып келеді. Материалдар, дәрі-дәрмектер, тамақ және тағы басқа барлығы химиялық қосылыстардан тұрады. Ал химиялық қосылыстар неден тұрады екен? Химиялық қосылыстар түрлі атомдардан құралған. Атомдардың түрлерін біз химиялық элементтер деп атаймыз, және олар осындай периодтық жүйеде көрсетіледі. Химиялық қосылыстардың қасиеттерін болашақта түсіну үшін біз оларды құрайтын атомдардың құрылысын және қасиеттерін түсіну керекпіз. Сондықтан бұл видеода біз осы атомның құрылысын және оның құрылысы қалай ашылғандығын талдаймыз. Жаңа айтқандай, барлық заттар атомдардан құралған. Егер біз су тамшысын алатын болсақ, су тамшысы су молекулаларынан құралған. Су молекуласы өз кезегінде екі сутегі атомы мен бір оттегі атомынан құралған. Мысалы, мына жерде оттегі атомы көрсетілген. Атомдар деп біз заттардың химиялық жолмен бөлінбейтін ең кіші бөлігін атаймыз. Яғни, мысалы, біз суды оттек пен сутекке бөле аламыз, ал оттекті кейін біз химиялық жолмен бөле алмаймыз. Басқа заттардың мысалына қарайтын болсақ, мысалы, алюминий жұқалтыры алюминий атомдарынан құралған. Біз күн сайын қолданатын қарындаш және әшекей бұйымдарда табылатын алмас бұл көміртегі атомдардан тұрады. Ал туған күн кездерінде біз осындай шарларды гелиймен толтырамыз, бұл гелий атомдардан тұрады екен. Атомдарға алғашқы түсінік берген ежелгі грек ғалымы Демокрит болды. Біздің заманымыздан бұрын 400 жылы заттар ұсақ бөлінбейтін бөлшектерден тұрады деп тұжырымдады. Атом грекше бөлінбейді дегенді білдіреді. Кейін 1803 жылы ағылшын ғалымы Джон Дальтон атомдардың жөніндегі түсінікке қайта оралып, атомдар жайлы теориясын келесі түрде тұжырымдады. Заттар атомдар деп аталатын бөлінбейтін ұсақ бөлшектерден тұрады. Берілген элементтің барлық атомдары бірдей. Мысалы, сутек атомын алатын болсақ, Джон Дальтон теориясына байланысты барлық сутек атомдар бірдей болып келеді. Және бір элементтің атомдары басқа элементтің атомдарынан ерекшеленеді. Тап солай, мысалы, біз сутек пен оттекті алатын болсақ, сутек пен оттек атомдары бір-бірінен ерекшеленіп әртүрлі болып келеді. Алайда ол кезде әрине атомның құрылысы жайлы мәліметтер аз болды. Қазіргі кезде ғалымдардың тынымсыз еңбегінің нәтижесінде біз атомдар бөлінбейтін бөлшектер емес екенін білеміз. Атомдар әлі де кіші субатомдық бөлшектерден тұрады. Субатомдық бөлшектердің типі, саны және олардың атомда орналасуы атомдардың қасиеттерін анықтайды. Енді біз осы субатомдық бөлшектердің ерекшеліктерін түсіну үшін зарядталған бөлшектердің кейбір маңызды аспектілерін қарастыру керекпіз, себебі мына субатомдық бөлшектер кейін біз зарядталған екенін көреміз. Электр зарядының кейбір маңызды аспектілері келесі. Біріншіден, электр заряды бар бөлшектерде оң заряд бола алады, немесе теріс заряд бола алады. Екіншіден, қарама-қарсы зарядтары бар бөлшектер бір-біріне тартылады. Яғни, мысалы, мына жерде оң зарядталған және теріс зарядталған бөлшектер бір-біріне тартылады, және біз оны электростатикалық тартылыс деп атаймыз. Үшіншіден, ұқсас зарядталған бөлшектер бір-бірінен тебіліседі. Мысалы, оң зарядталған бөлшектер бір-бірінен тебіліседі, немесе екеуі де теріс зарядталған болса, олар бір-бірінен тебіліседі екен. Келесі, Кулон заңына сәйкес, зарядтары үлкен бөлшектер зарядтары кіші бөлшектерге қарағанда анағұрлым күшті әрекеттеседі. Тебіліс және тартылыс күшіне бөлшектердің заряды тура пропорционал болып келеді. Мына мысалда қарайтын болсақ, бұл бөлшектердің заряды +1 болсын, және мына бөлшектердің заряды +3 және +3 болсын. +3 және +3 зарядталған бөлшектердің арасындағы тебіліс мына тебіліске қарағанда күштірек болады. Бесіншіден, тап солай Кулон заңына сәйкес, зарядталған бөлшектердің бір-біріне жақындаған кезде күшті әсерленеді. Яғни, тартылыс немесе тебіліс күшіне сонымен қатар зарядталған бөлшектердің арасындағы қарама-қашықтық кері пропорционал болып келеді. Яғни, қарама-қашықтық аз болған кезде тебіліс немесе тартылыс күшті болады. Мына суретте бізге екі оң зарядталған бөлшектер арасындағы тебіліс көрсетілген. Ал олардың арасындағы қарама-қашықтық ұлғайса, онда бұл тебіліс күші әлсізірек болады. Келесі, қарама-қарсы зарядтар бір-бірін жояды. Яғни, мысалы, оң зарядталған бөлшек және теріс зарядталған бөлшек олар бір-біріне тартылысады, және олар бір-бірінің зарядтарын жояды. Мысалы, мына топқа қарайтын болсақ, бұның заряды жоқ, және біз оны электр бейтарап деп атаймыз. Бұл ережелер сізге физика курсынан таныс, және бұл біздерге атомдардың құрылысын ашу бойынша зерттеулердің нәтижелерін түсіну үшін көмектеседі. Бірінші біз электронның ашылуынан бастайық. Электронды ашқан ағылшын ғалымы
Джозеф Джон Томпсон, ол 1897 жылы катод сәулесі бойынша зерттеулерді жүргізіп жатты. Осы экспериментке дейін жоғары кернеудегі токты жіберген кезде катодтан сәуле таралатындығы белгілі болды. Өзінің аппараты ретінде Джозеф Джон Томпсон мына схемада көрсетілген шыны түтікті құрастырды. Катодтан бөлінетін сәуленің зарядын анықтау үшін ол мына шыны түтікте қарама-қарсы зарядталған пластиналарды орнатты. Сонымен қатар сәуленің шамамен массасын табу үшін магниттерді орналастырды. Енді Томпсонның осы тәжірибесінде қандай нәтижелер байқалды? Біріншіден, катод сәулесі теріс зарядталған пластинадан ауытқып, оң зарядталған пластинаға тартылып қиыстанды. Есіңізде болса, біз жаңа талдағандай, қарама-қарсы зарядталған бөлшектер бір-біріне тартылсады, бірдей зарядталған бөлшек бір-бірінен тебілседі. Яғни катод сәулесінің теріс зарядталған пластинадан ауытқуы, яғни тебілісуі және оның оң зарядталған пластинаға қарай тартылысы катод сәулесінің құрамында теріс зарядталған бөлшектердің бар екенін көрсетеді. Сонымен қатар Томпсон катод материалы ретінде әртүрлі металдарды қолданып, тәжірибені бірнеше рет жүргізді. Бұл тәжірибенің нәтижесіне сәйкес катод сәулесінің қасиеттері катод материалына қарамастан тұрақты болды, яғни ол сол нәтижелерді көрді. Енді Томпсон өзінің тәжірибелік бақылауларын қалай түсіндірді? Біріншіден, жаңа айтқандай, катод сәулесі теріс зарядталған тақтайшадан ауытқуы және оң зарядталған тақтайшаға тартылысы, бұл катод сәулесі теріс зарядталған бөлшектерден тұратынын көрсетті. Екіншіден, осы катод сәулесінің құрамындағы бөлшектердің массасы сутек атомына қарағанда шамамен 2000 есе аз болды. Бұл не деген сөз? Теріс зарядталған бөлшектер атомның құрамына кіру қажет, себебі бұл атомның массасынан кішкентай. Сонымен қатар катод сәулесінің қасиеттері катод материалына қарамастан тұрақты болды. Яғни бұл теріс зарядталған бөлшектер, яғни субатомдық бөлшектер барлық элемент атомдарының құрамына кіреді. Бұл тәжірибенің нәтижесінде Джозеф Джон Томпсон өзінің атомға жүзім пудинг моделін ұсынды. Оның моделі бойынша атом оң зарядталған бұлттан тұрады және оң зарядталған бұлттың ішінде теріс зарядталған бөлшектер, ол кезде оны корпускалар деп атаған, корпускалар кездейсоқ орналасады. Кейін бұл бөлшектер электрондар деген аталды. Алайда Томпсонның жүзім пудинг моделін сол кезде ғалымдар қабылдаған жоқ. Және Томпсонның өзі бұл модельді тәжірибе түрінде дәлелдей алмады. Өзінің мұғалімі Томпсонның моделін тексеру үшін Жаңа Зеландия ғалымы Эрнест Резерфорд өзінің студенттерімен бірге өзінің танымал алтын жұқалтыр экспериментін өткізді. Резерфорд бұған дейін радиоактивтілік құбылыстарын зерттеп, альфа-бета бөлшектердің бар екенін анықтады. Бұл тәжірибе үшін Резерфорд радиоактивті радий элементін қолданып, радийден шыққан альфа бөлшектерді алтын жұқалтырға қарай бағыттады. Альфа бөлшектерді көру үшін ол мынандай детектор экранын алтын жұқалтырды қоршап орнатты. Детектор экраны цинк сульфидімен қапталды. Егер Томпсонның моделі дұрыс болса, онда альфа бөлшектер атомдардан тікелей өтетін еді. Альфа бөлшектер оң зарядталған болып келеді. Сондықтан альфа бөлшектер атомның құрамына кіретін электрондарға тартылысып, өз бағытын кішкентай бұрышпен ауытқитын еді. Алайда Эрнест Резерфордтың тәжірибе нәтижелері басқаша болды. Альфа бөлшектердің басым көпшілігі алтын жұқалтырдан тікелей өтті және кішкентай бұрышпен өз бағытынан ауытқыды. Алайда кейбір альфа бөлшектер өз бағытын қарама-қарсы өзгертіп, алтын жұқалтырдың бергі жағында көрінді. Әрине, олардың саны өте аз болды. Шамамен 20 000 альфа бөлшектердің біреуі ғана алтын жұқалтырдың бергі жағынан көрінді. Және бұл ауытқу бұрышы өте үлкен болды. Енді бұндай нәтижелерді Резерфордтың ғылыми тобы қалай түсіндірді екен? Альфа бөлшектердің басым көпшілігі жұқалтырдан тікелей өтіп, түзу бағыттан немесе кішкене ауытқып жүретін детектор экранында байқалды. Бұл атом негізінен бос кеңістіктен тұратынын көрсетті, себебі альфа бөлшектер алтын жұқалтырдан тікелей өтті. Алайда, жаңа айтқандай, 20 000 альфа бөлшектердің біреуі өз бағытын қарама-қарсы өзгертіп, үлкен бұрышпен ауытқып, жұқалтырдың бергі жағында байқалды. Альфа бөлшектер оң зарядталған бөлшектер. Сондықтан альфа бөлшектердің бұндай кейін тебілуі оның бағытында оң зарядталған және өзіне қарағанда массивті бөлшекке тап болғанын көрсетті. Себебі оң зарядталған бөлшектер бір-біріне тебілседі. Алайда бұндай альфа бөлшектердің саны аз болды. Сондықтан бұл атом құрамындағы
оң зарядталған бөлшектерінің кішкентай көлемін алатынын көрсетеді. Сонымен қатар альфа бөлшектер үлкен бұрышпен ауытқып қалғандықтан, бұл оң зарядталған бөлшектердің массасы жоғары болып келеді, және ол атом массасының көп бөлігін алу мүмкін. Бұл тәжірибеге сәйкес Эрнест Резерфорд атомның келесі моделін ұсынды. Бұл атомның ядролық немесе планетарлық моделі деп аталады. Бұл модельге сәйкес атомның ортасында оң заряды бар атом ядросы орналасқан, ол өте кішкентай көлем алады және оның массасы жоғары, ал атомды қоршап теріс зарядталған электрондар орналасады. Эрнест Резерфордтың ғылыми тобының тәжірибесінен кейін басқа да ғалымдар өте маңызды тәжірибелер өткізді. Сонымен қатар Резерфордтың өзі кейін атом ядросының құрамында протон бар екенін ашты. Ағылшын ғалымы Джеймс Чедвик атом ядросының құрамында сонымен қатар нейтрон деген бөлшектердің бар екенін ашты. Ал атомның электрондық құрылымы бойынша да өте маңызды ашылулар жасалды, және біз оны келесі видеоларда талдаймыз. Ал қазірше біз жаңа талдаған ашылуларды қорытындылайтын болсақ, атом ядросы және оны қоршайтын электрондардан тұрады. Атом ядросы өз кезегінде нуклондардан тұрады. Нуклондар бұл протондар және нейтрондар. Атом ядросы өте кішкентай көлем алады және оның массасы өте жоғары, біз оны қазір көреміз. Электрон бұлты өте үлкен көлем алады ядроға қарағанда. Енді осы субатомдық бөлшектердің протон, нейтрон және электрондардың массалары мен зарядтарын салыстырайық. Протонның массасы килограммен берілсе, бұл 1,67 шамамен, көбейтілген оның -27 дәрежесіндегі килограмм. Нейтронның массасы кішкене протонға қарағанда жоғарырақ, алайда егер біз салыстыратын болсақ, олар бір-біріне өте жақын болып келеді. Ол да оның -27 дәрежесіндегі килограмм. Ал электронның массасы протон мен нейтронға қарағанда төменірек, ол 9,110 көбейтілген оның -31 дәрежесіндегі килограмм. Енді біз протондар, нейтрондар және электрондармен жұмыс істеген кезде, олардың массасы өте кішкентай болғандықтан, килограмммен жұмыс істеу кейде ыңғайсыз болып келеді. Сондықтан субатомдық бөлшектер үшін масса кейде массаның атомдық бірлігімен беріледі. Біз келесі видеода массаның атомдық бірлігі не екенін талдаймыз. Ал қазірше протонның массаның атомдық бірлігімен берілсе 1,7, нейтронның массасы 1,9, көріп тұрғандай олар бір-біріне өте жақын. Электронның массасы болса 5,149, оның -4 дәрежесіндегі массаның атомдық бірлігі. Электронның массасы протон мен нейтронға қарағанда шамамен 10,000 есе жеңіл болып келеді. Енді зарядтарды салыстырайық. Протонның заряды оң, ол плюс 1,6, оның -19 дәрежесіндегі кулонға тең. Нейтронның заряды жоқ, ол 0. Электронның заряды теріс, және олардың абсолюттік шамасы бірдей протон мен электрондың, тек қана таңбасы қарама-қарсы. Яғни бұл -1,6, оның -19 дәрежесіндегі кулон. Енді біз салыстырмалы зарядты санайтын болсақ, 1,6, оның -19 дәрежесіне бөлетін болсақ, протонның заряды +1, нейтронның заряды 0, ал электронның заряды -1-ге тең. Енді бұл видеода біз атомның қысқаша ашылу тарихымен таныстық және атомның осындай құрылысын талдадық. Атомдар көріп тұрғандай протон, нейтрон және электрон деп аталатын субатомдық бөлшектерден тұрады. Келесі видеода біз әрбір элемент атомының бұл субатомдық бөлшектер саны бойынша бір-бірінен қалай ерекшеленетінін көріп талдаймыз.